Қайырлы күн қыздар, мен сіздерге бүгін үй жағдайында осындай кеспенің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналыма жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырымызды дайындау үшін жылы суға кішкене шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып аламыз, ертіп аламыз. Тұзымызды суға ертіп алдық. Bir жұмыртқаның үстіне осы суымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей суымыз бен тұзымызды араластырып алдық. Енді үстіне електен өткізген ұнымызды салып, өте қатты қамыр илейтін боламыз. Себебі қамырымыз қатты болу керек. Кеспенің қамыры қатты болса, жайылуы әдемі болып, кесілгенде де өте әдемі болып шығады. Керегінше ұн алып, міне қыздары, қаттылау қамырымызды илеп қойдық. Енді бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. 10-15 минуттан кейін июн тағы да бір рет қандырып, сосын жаятын боламыз. Қыздар, міне бір қайтара июн қандырып алдық. Енді ұнымызды сеуіп, қамырымызды жаятын боламыз. Осылай дөңгелектете аламыз. Қыздар, мен ұнын көп қып себемін. Сіздерге тағы да бір айта кететін жайт. Қамырдың шеті қалың, ортасы жұқа болып қалмас үшін осылай екеуін осылай істесеңіздер, қамыр әдемі болып шығады. Қатты баспаңыздар, жай ғана басып, осылайдан айналдырып, 4 рет айналдырсаңыздар жетеді. Осылай істейсіздер, екінші бетін тағы да дәл солай істейтін боламыз. 4 рет істейміз, 4 реттен. Қамырымыз тез үлкейеді бұлай істесеңіздер, және де шеті қалың, ортасы жұқа болып қалмайды қыздар. Қыздар, міне қамырымызды жайып болып қалдық. Осылай істегенде 4 реттен істесеңіздер, қамыр өте әдемі болып шығады. Қыздар, үйге қанған қамыр өте әдемі, осындай әдемі тегіс болып жайылатын болады. Міне кеспеміздің қамырын жайып болдық, осындай болу керек. Міне осыны енді жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағат тұрсын, сәл кебіңкірейді, сол кезде барып кесетін боламыз. Сол кезде өте әдемі шашылып кесілетін болады кеспеміз. Қыздар, қамырымызды кесеміз. Жарты сағаттай тұрды, кішкене қатты. Үстіне ұн себеміз. Шет-шеттерін ұнды тигізіп, тоқтауымызға орап, қыздар, келесі бетін алдырамыз. Бұл бетіне де ұн себеміз. Осылай орап аламыз. Кеспемізді өте жұқа етіп, қыздар, кеспеміз өте нәзік және де шашылып әдемі болып шығады. Қыздар, мен кеспемізді кесіп болдым толықтай. Қыздар, өте қамырда әдемі болып шыққан. Кеспелерде өте керемет болып шықты. Қараңыздар, шашылып тұрады осылай. Кез келген сорпаға салып істесеңіздер өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжан Алмеш.